Баршаңызға сәлем достар, сізді каналымда қош көрдім. Бүгін таңғы асқа менде сырники. Оның ингредиенттері қарапайым және бәріне белгілі болғанымен, кейбір нюанстарды сақтамағандықтан көбісінің көңілінен шыға бермейді. Бүгін барлық құпияларымен және сырларымен сізбен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сырники жасаудағы ең маңызды ингредиент ол сүзбе. Сүзбе өте құрғақ, ешқандай ылғалсыз болу керек. Видеода мен қандай маркадағы сүзбе пайдаланатынымды көрсеттім. Егер қолыңыздағы бар творог ылғалды болса, онда ол да проблема емес. 2-3 қабатталған марлямен сығып, артық суын шығарып тастау керек. Ендеше сырникиді дайындауға кірісемін. Ол үшін ыңғайлы ыдысқа сүзбенің бір данасын саламын, ал екіншісін ситадан өткіземін. Оны өткізудегі мақсатым арасына кішкене ауа толтырып, үлпілдек қылу. Бұл процесті жасамай қоюға да болады. Құрамдарды ретімен саламын. Қант ұнтағы, яғни сахарная пудра, творожный сыр, жұмыртқаның сарыуызы және де ұнның бірінші бөлігін саламын, ал қалған жартысын араластыру барысында қосатын боламын. Егер масса қатты сұйық болып кететін болса, тағы да қосымша 1-1,5 ас қасық ұн қосуға болады. Бірақ одан қатты көп ұнмен толтыра беруге кеңес бермеймін. Ұн себілген ыдысқа бірдей көлемде орналастырып шығамын. Көлемдерін бірдей бөліктерге бөлдім. Енді пішінін келтіре бастаймын. Мен екі түрлі әдісті қолданамын. Екеуінде де қазір көрсететін боламын. Жұмыс жасайтын орныма молынан ұн себемін және алақанымды да қайта-қайта ұндап тұрамын. Алақанымда домалақ етіп жасап болған соң, осылай видеода көрсетілген әдіспен, яғни қолыммен сырникилерді қайта-қайта асты-үстін ауыстырып отырып формасын келтіремін. Бірінші әдіспен жасалу жолын тағы да қарап шығыңыз. Енді келесі әдісті көрсетемін. Ол үшін алғашқыдай сырникиді алақанымда жақсылап домалатып алған соң, бетін және жандарын пышақтың көмегімен айналдыра отырып тегістеймін. Әрине бұл әдіс үшін пышақтың кішкене жалпағырақ болғаны дұрыс. Екінші әдіспен тағы да бір сырниктің пішінін келтіретін боламын. Сіздерге процесс түсінікті болсын деп видеоны айналдырмай, кесіп тастамай сол күйі қалдырдым. Сырниктерді мұздатқышта қатыруға болады. Ол таңғы ас уақыты келгенде бірден шығарып, пісіріп, жей беруге уақытты үнемдейді, әрі өте ыңғайлы. Ол үшін осындай дайын болған сырниктерді табанына пакет төсеп, бір табаға немесе тақтайшаға орналастырып, мұздатқышта қатырып, кейін бір контейнерге немесе пакетке жинап қоюға болады. Сырниктерді пісіру кезеңіне өтемін. Ол үшін табаға сұйық майды құйып, орташа отта қыздырамын. Көбісінің қате жіберетін жері осы жерде отты қаттыға қойып қояды. Қатты отта сырникилер тез күйіп кетеді және біздің көңіліміздегі ойымыздағы сырникилер солай шықпай жатады. Орташа отта жаймен пісу керек. Екінші беті жақсылап қуырылып, кішкене қызарғаннан кейін аударамын. Әрине лопаткалардың көмегімен абайлап аудару керек, формаларын бұзып алмас үшін. Аударған соң бірден қақпағын жауып қоямын. Солай тағы да шамамен 1-2 минут бойы асықпай екінші жағында қызарып қуырылғанын күтемін. Сосын табанына қағаз салфетка төселген артық майын сіңіріп алу үшін ыдысқа орналастырамын. Сырниктерді ұсынудың екі нұсқасын сіздерге көрсетпекшімін. Біріншісі тарелкаға орналастырған соң ыңғайлы ыдысқа әртүрлі сырникпен бірге желінетін соустарды құю. Менде қаймақ, варенье және сұйық бал. Бетінен қант ұнтағын сеуіп, әртүрлі өзіңіз жақсы көретін жидектермен немесе жемістермен әсемдеу. Ал екіншісі сырниктерді қойған тарелкаға қаймақты кішкене жағып, бетінен жидектермен, қант ұнтағымен және де өзіңіз ұнататын әртүрлі жаңғақтармен беруге болады. Менде миндаль жапырақшалары.
Құрамдардың нақты мөлшерін видеоның төменгі жағында описание бөлігінде қалдырдым. Егер тағы қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийда қойсаңыздар болады, барлықтарыңызға жауап беруге тырысамын. Видео сіздерге ұнаған болса және пайдалы болған болса, әдеттегідей сіздің қолдауларыңызды күтемін, яғни лайк ретінде және де комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдырсаңыздар, мен үшін ол үлкен қолдау. Ал свингтерге келетін болсақ, олар мінсіз болып шықты, сырты қуырылған қабыршағымен, ал іші болса сүзбелі масса, өте нәзік, дәмді әрі жеңіл. Мен сіздермен қоштасамын және маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет айтамын. Көріскенше.